жақтан бір заттар таба алмадық қой. О, ау, олақай, ау таптым. Жақсы болды ғой. Қане ауға барайық. О, мына жақта бір адам жүр екен. Тоқтаңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің, не болды? Мен сіздің ауларыңызда тұрсам ба деп сұрайын деп едім. Менің ешқандай өзімнің үйім жоқ. Бірақ жақында біраз мына жақтардан ағаш кесіп, өзім үйім салатын боламын. Сен біздің ауылда тұру үшін бір пайдаң тию керек. Соны айта кет. Менің ойымша мен барлық жақ іске жараймын. Егін десеңіз де, ауылды қорға десеңіз де барлығына жарай берем. Онда сен бар ғой, барлық жұмысты істей бересің өзің қалаған уақытыңда. Ал мен басшымыздан сұрап көремін. Жарайды онда, рахмет. Окей. Сау болыңыз. Мен окей дегенді түсінбеймін, сондықтан дұрыстап айт. Жарайды. Жарайды, жақсы, бара бер. О, ал енді көрейік, достар. Бұл ауылда қандай қызықтар бар екен? Мен ең бірінші өзіме тамақ табуым керек, сондықтан мына адаммен сөйлесіп көрейін. Тоқтаңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Неге сұрадың? Мен сіздің бақшаңызға көмектесіп, және де тоқтаңыз. Бақшаңызға көмектесіп, сізге біраз бақшаңызға көмектесу арқылы ақша табайын ба дегенмін. Ақша тапқанда, яғни мына сәбіздеріңізді маған берсеңіз болады. Тоқтаңызшы, неге тоқтамайсыз мен? Соған келсіз бе? Жарайды, менің уақытым жоқ, тұра тұршы өз. Мен жұмысыма қабылдандым. Мына сәбіздерді баптасаң, мен саған берем, давайсың. Онда қане көрейік. Мына жақта азық сәбіз екен. Ең басында қиын болатын сияқты. Бізге бірақ сәбіз түсу мүмкін. 16 сәбіз болды, о, жақсы. Міне біз 2 сәбіз бізге пайдаға түсті. Енді біз ары қарай кете берсек болатын сияқты. Енді біз, менің ойымша, ағаштар жинауымыз керек. Өйткені бізге өзімізге үй керек. Тоқтаңыз. Сіз емессіз бе жаңағы, е? Тоқтаңыз. Жоқ, бұл адам емес сияқты. Неге барлығы бір-біріне ұқсайды бұл жақта? Сәлеметсіз бе? Сіз бе? Сіз екенсіз ғой. Иә, мен әкімнен сұрадым. Сіз саған тұра берсін дейді. О, алақай, жақсы болды ғой. Енді мен осы жаққа өзім үйім салсам бола ма? Әрине, бірақ та басқалардың үйіне жолаушы болма. Қонаққа келіп тұрсаң да болады. Жарайды онда. Мен енді өзімнің осы жақта тұрып, өзім үйімді қазір салып бастағалы жатырмын. Жарайды, бастасаң бастай бер. Бірақ ешкімге зиян тигізбе. Жарайды. Түсінікті. Ал енді біз өзіміздің ағашына жақтан ағаштар қазып бастайық. Ал қазір мінекей біз бара жатырмыз. Ағаш жинауымыз керек бізге көп. Үй салуымыз керек. Қазір мен өзіме ең бірінші ағаш жасап алайын. Верстак. Өзімізге палка жасаймыз, қане.
Өзімізге енді бағда жасап алдық. Енді кирка жасап алайық. Бар болған осы достар. Қане. Қап, жаңбыр жауып кетті ғой. Бұл ауылда осы жақта тұрып өзіміздің үйімізді тезірек салуымыз керек. Әйтпесе қазір зомбилар бізді өлтіріп тастауы мүмкін. Жылдамдатайық қанекей. Қазып алайық қанекей. Қазып алайық деппін ғой. Сындыр алайық. Уже қараңғы болып кетті ғой. Біз жылдам үйімізді салуымыз керек. Менің ойымша біз осы жерге саламыз. Есікті қояйық қанекей. Барлығын ағаш жасап аламыз. Ол енді жылдам үйімізді салайық. Кішкентай ғана үй салмасақ. Бізде уақыт жоқ. Қазір зомбилар шығып, бізде қауіп төндіреді. Әлде үйімізді үлкейтеміз. Бірақ қазір осында жетеді. Міне, осымен фундамент дайын болды. Енді бізге шахтаға бару керек. Солайық, жылдамдатып салайық. Егер жылдамдатып салсақ, бізге ешқандай қауіп төнбейді. Бізде ағаш бітті. Міне. Почти өзіміздің үйімізді салып бітірдік. Жылдам ғана есік жасаймыз. Жылдам үйге кірейік. Біздің кішкентай ғана үйіміз дайын болды. Енді біраз ұйықтап алайық.